بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli жақсылар, Алла Тағала баршамыздың дуа тілектерімізді қабыл етсін. Білім білместен күнәларымызды кешірген болсын. Бүгінгі пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның тану сабақтары біз үшін, бұл дүние ақырет үшін қайырлы болсын. Және осы алған білімдеріміз сол арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымыз, шынайы махаббатымыз арта берсін. Бұл өтейін деп жатқан сабақтарымыз өте маңызды, құрметті жақсылар. Өте маңызды. Өйткені әрбір мұсылман үшін осы ислам дінінің ардақты пайғамбары саллаллаху алейхи вассаламды шынайы тану ол өте маңызды. Олсыз, пайғамбарымыз шынайы танусыз адам ешқандай жақсылыққа қол жеткізе алмайды. Өйткені бұл дінді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламсыз елестету мүмкін емес. Егіз ұғым сияқты. Сол үшін ғалымдарымыз бұл шәмәйілді көп оқу, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның рухани бейнесін жүректе тірілту деген сөздерді айтқан. Көрдіңіздер ме? Енді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды тану неге сонша маңызды? Және де сол танудың жемістері қандай? Біз қандай пайда аламыз? Соны айтатын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды танудың маңыздылығы мынандай бір хадис келеді. Хадистің мағынасы бірде Хазіреті Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға не деп айтады? Я Расулаллах, мен сізді өзімнің нәпсімнен кейін бүкіл адамдардан қатты жақсы көремін дейді ғой. Қарасаңшы, өзімнің нәпсімнен кейін дейді да, барлығынан артық жақсы көремін дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, жоқ, жаным қолында болған Алламен ант етемін. Ей Омар, егер сен мені өзіңнің нәпсіңнен де артық жақсы көрмейінше, иманның дәмін татамайсың деді ғой. Иманың кәміл болмайды деді. Көрдіңіздер ме? Және басқа бір хадисте былай келеді. Сендердің ешқайсыларың мені өздерінің әкелерінен де, бала шағаларынан да, барлық адамнан артық жақсы көрмейінше, иманның дәмін татамайсыңдар деді. Көрдіңіздер ме? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды бүкіл адамзаттан артық жақсы көруіміз керек ғой. Тіпті ол анаңыз болса да, тіпті әкеңіз болса да. Тіпті жақсы көрген көзіңіздің қарашығын бала шағаңыздан да артық жақсы көруіміз керек. Білесіздер ме? Көрдіңіздер ме? Ал міне осындай махаббатқа шынайы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жүректен шынайы махаббат орын беру үшін ол кісіні танымайынша ол махаббат кірмейді жүрекке. Көрдіңіздер ме? Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның шәмәйіл кітаптарын, ол кісінің сифаттарын таныстыратын, бойы қандай болған, реңі қандай болған деген сияқты шәмәйіл кітаптарын оқу өте маңыздылығын осында жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты қазіргі таңда біз көпшілігіміз сүннетті білеміз да. Сүннет амалдарды білеміз. Мысалға, оң қолмен тамақ жеу, оң жақпен ұйықтау, бірінші сәлем беру деген сияқты сүннеттерді білеміз, бірақ оның артындағы тұлғаны танымаймыз да. Өкініштісі осы. Көрдіңіздер ме? Өкініштісі осы. Және осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңа айтқанымыз сияқты, ол кісіні танудан, ол кісіні білгеннен кейін бізге қандай жеміс келеді дейтін болсақ, оның жемісі біріншісі сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббатымыз артады екен ғой. Көрдіңіздер ме? Шынайы махаббат артады. Сол сияқты шынымен адам танымайтын адамды жақсы көре алмайды. Байқайсыздар ма? Мысалы ретінде сіз біреуді танымасаңыз, оны жақсы көресіз ба? Оны танымасаңыз қайдан жақсы көресіз? Көрдіңіздер ме қандай мәселе? Сол сияқты бізде әлі пайғамбар сөзін шынайы таныған жоқпыз да. Сол себепті
Әлі біздің жүректе шынайы махаббат жоқ деген сөз ғой. Көрдіңіздер ма? Мынандай бір оқиға болған екен да. Енді халықтың арасында кеңінен таралып жүрген оқиға ғой. Бірде бір жігіт сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қатты сағынған ғой. Жаңағыдай Шамаил кітаптарын оқыған, енді сирасын оқыған, содан қатты әсерленіп кеткен ғой жаңағы жігіт. Сонда шіркін деп айтады екен да. Сол мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи заманында болғанда ғой дейді да. Сол кісінің жанында егетпей кәдімгі егері қалмай қызмет етер депті да ол кісіге. Қарасаңшы, сондай дәрежеде қасында жүретін деген ғой. Бүкіл нәрсені тастап. Сонда Алланың қалауымен бірде сол кісі пайғамбарымыздың түсінде көріпті дейді. Қарасаңшы, бір көліктің ішінде осы көлікті жүргізіп келіп жатыр екен, түс көріп жатқан жігіт. Қасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және 4 шадияр отыр дейді ғой. Көліктің ішінде. Сонда үлкен бір төбеге қарай шығып бара жатыр дейді. Жартысына келген кезде төбенің жаңағы көлік артқа қарай задний берді дейді ғой. Сол кезде мен уайымдап кеттім дейді да. Аударып кетеміз ғой деп уайымдадым дейді. Сөйтіп көліктен атқып шығып жерге түсіп, сол көлікті тоқтататын нәрсе іздедім дейді ғой. Айналаны қарадым, тас бар ма, не бар деген сияқты айналаны қарап іздей бастадым дейді да. Өйткені көлікте кім бар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бар. Сонда жаңағыдай іздеп абыржып жатқан кезде көлікке көзім түсіп қарап қалсам 4 шадияр дейді да. Көліктің 4 баллонның бастарын төсеп тұр дейді ғой. Қарасаңшы. Субханалла. Көрдіңіздер ма? Олардың пайғамбарға деген махаббаттары қандай дәрежеде болған сахабалар. Олар сөйлеген кезде не деп айтады білесіздер ма? Әке шешем өзінің жолында құрбан болсын, я Расулалла деп сөйлейтін еді сахабалар. Қарасаңшы. Өзінің жолында бүкіл нәрсен пида болсын деген ғой. Қандай іске жұмсасаң да, қай жаққа баратын болсақ та, барлығына дайынмын дейді. Көрдіңіздер ме? Жаңағы сияқты бізде міне пайғамбарды шынайы танымайынша, ондай әлі махаббат біз жүрегімізге орнықпайды. Кіре алмайды ондай махаббат. Ол кісіні шынайы таныған кезде, жақыннан білген кезде ғана жүрегімізде бір махаббат пайда болады деген да. Сол үшін көрдіңіздер ме? Оның жемісі қандай екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи деген шынайы бір махаббат пайда болады екен. Сол үшін айтады, кім менің сүннетіммен жүрсе, ол мені жақсы көрген дейді. Ал кім мені жақсы көрсе, қияметте менімен бірге болады дейді. Баршамыз пайғамбар саллаллаху алейхи бірге болғымыз келеді ақыретте. Ол кісінің мұбарак жанында болу үлкен бақыт. Көрдіңіздер ма? Сол үшін бұл біріншісі екен. Екінші жемісі сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетін ұстану жеңіл екен. Көрдіңіздер ма? Ол кісіге деген шынайы махаббат пайда болғаннан кейін, ол кісінің уже сүннетін ұстану өте жеңіл болады екен. Көрдіңіздер ма? Мысалы ретінде адам бір адамға қатты махаббат артып ғашық болған кезде, ара қашықтық, арадағы мал дүние деген нәрсе қатты жүрмей қалады, байқайсыздар ма? Адам махаббаттың күшіменен қалай барып қойған, махаббаттың күшіменен қалай үлкен соманы беріп қойған десейді, білмей қалады адам. Оның жолында шығындалу, оның жолында кәдімгі ержүрек таныту, ол үшін қиын емес та. Кім үшін? Сүйген адам үшін. Міне сіз де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды шынайы махаббат қойсаңыз, оның әрбір сүннеті сіз үшін бұрынғыдай бір қағидат болып қалмайды да, бәлкім ұстанатын бір сүйікті жол болып қалады сіз үшін. Көрдіңіз ба? Рахаттанып істейсіз сүннеттерді жасаған кезде. Міне бұл тағы да бір жеміс екен. Үшінші жемісі, ғалымдарымыз айтқандай, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шынайы бейнесі жүректе қалыптасады дейді. Қазіргі таңда байқайсыздар ма? Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды пәлен рет көрдім, 20 рет көрдім, 30 рет көрдім деген адамдар көйіп кетті біздің заманда. Бірақ оның қаншалықты рас өтірігін бір Алла біледі. Бірақ сонша көрген адам, 20 рет көрген адам, сол пайғамбарды көргеннен кейін жасап жүрген амалына қарасаң, сәйкес келмей жатыр да. Қарасаңшы. Керінше сол арқылы дінді өзіне жек көргісі қойып жатыр да. Бірақ шынымен пайғамбарды көрген адам, ол жүрегінде бір құрмет, сол туралыққа деген махаббат, сүннетіндегі махаббат арту керек. Кеммесе ол артпаса кеммейді да. Ол сондай. Бірақ қарасаң амалдары кемей жатыр да. Сол үшін ол кісінің шынайы бейнесін
жүректе қалыптастыру үшін ол үшін тануымыз керек екен да. Қарасаңызшы, мына бірде мынандай бір оқиға болған екен да. Бір кісі өзі үлкен ғалым шәкірттеріне сабақ беріп отырса, бір шәкірті келіп айтты дейді да, ентік келіп, ұстаз, мен түсімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім деген ғой. Сонда машалла деп жаңа ұстазы қуанып кеткен ғой, енді әсерленіп қалған да пайғамбарды, өйткені онша адам көре алмайды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды. Шынымен жүрегінде махаббат, сағыныш, құмарлық болған адам ғана сондай көрмесе, ол жай бір адамның көруі екіталай негізі. пайғамбарымыз жүрегінде махаббат болмаған адамның бар ғой, ол өте сирек. Сонда жаңағы ғалым қуанып кетіп сұрайды ғой, кәніге сол пайғамбарды бізге сипаттап берші дейді ғой. Сонда жаңағы түсінде көрген адам, жаңағы жігіт сипаттап беріп жатыр дейді да. Сондай пайғамбарды түсінде көрдім. Енді анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам денесі деген үлкен дейді да. Қолдары деген качок дейді ғой денесі. Сондай бейнеде көрдім дейді да. Сонда ана ғалым бәрін біледі ғой, кітаптан Шамаил оқыған ол кісі сипатын біліп отыр да қандай екен. Жаңағы жігіттің сөзіменен өзінің оқыған кітаптарымен салыстырып отырса, жақсы тыңдап болғаннан кейін айтқан ғой, жақсы болған, Алла разы болсын дейді да. Бірақ сен түсіңде пайғамбарымыз Арнольд Шварценеггерді көрген сияқты деп дейді. Қарасаңшы. Сол сияқты біз білмейміз да. Бәленше мынандай көрді деп тұр, сипаттап бер десең, сипаттап бере алмайды да. Бірақ өмірде сол пайғамбарымызды шынайы көрген адамдар аз емес. Небір әулиелер, ғалымдар пайғамбардың жиі түстерінде көріп отырған. Өйткені ол кісілердің махаббаттары ерекше болған. Міне сол сияқты шынайы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көру үшін міне бұл Шамаил кітаптарында оқу өте маңызды екен. Байқасаңыз, өте маңызды. Және де енді бірден сұрақтарда болып жатады. Сол пайғамбарымыз қалай көрсек болады деген сұрақтар көп негізі халықтың арасында қойылып жатады. Маңызды сұрақтардың бірі. Өйткені ол кісіні көргісі келмейтін мұсылман адам жоқ шығар өмірде. Сонда бір кісіден күніге пайғамбарымыз саллаллаху жатар кезде көреді екен да, жаңағы бір кісі. Күніге. Сонда шәкірттері қызығады ғой, ұстаз, сіз қалай күніге пайғамбарымыз көресіз деп. Сонда ол кісі де дейді, насихат қылып айтпайды, бір амалменен көрсетеді ғой. Жаңағы екі шәкіртін шақырып алып үйіне қонақ қылып, жақсылап бір тамақ істейді дейді ғой. Сөйтіп жаңағы тамақтың тұзын молырақ қосады да, тұзды қылады. Сонда жаңағы екі шәкіртіне береді. Енді ұстазы беріп отқаннан кейін жей алмаймыз деп айтпайды. Сорпаны тойып алады ғой жаңағы екеуі ішіп. Сонда екеуіне бір бөлмеге жай салып беріп, таңға дейін ештеңе демейді ғой. Осы жерде боласыңдар дейді болды. Сонда ертесіне таңертең ұстаздары екеуінен сұрапты ғой жаңа екі жігіттен. Түстерінде не көрдіңдер депті ғой. Сонда жаңа екі шәкірт айтыпты. Түсімізде шөлеп бара жатып, суды кәдімгі сіміріп атқан кезімізді көрдік деген ғой. Түн мен суды жаңағыда аңсап жатқанда екеуі. Міне осы нәрсені айтып болғаннан кейін, сендер менің күнделікті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргенімді, көріп жатқанымды түсіндіңдер ме депті ғой бұның сыры. Сонда бұл кісі не істейді екен? Жаңағы екі жігіт суға шөлдеп жатқан сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға махаббатпен шөлдеп жатады екен бұл кісі. Көрдіңіз бе? Сол себепті Алла Тағала оның ниетіне қарай әрдайым пайғамбарымызды көрсетіп қояды екен да. Міне сондай жүрегімізде ол кісіге деген сағыныш, махаббат болу керек екен, құрметті жақсы. Бұл тағы бір жемісі. Және де тағы да бір жемісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды мұсылман адам әрдайым не істейді? Салауат айтып жүреді. Енді салауат айтпайтын мұсылман жоқ шығар әлемде. Салауаттың маңыздылығы өте керемет, оны да білесіздер. Пайғамбарымыз не деп айтады хадисінде? Кімде-кім маған бір салауат айтатын болса, Алла Тағала оған 10 салауат айтады. 10 күнәсін кешіреді, 10 дәрежесін көтеріп қояды. Қарасаңызшы, бір салауат болмайды. Бір салауаттың астында не деген рахым жатыр? Алланың сізге салауаты болады. Алланың салауаты ол рахымы. Қарасаңызшы. Және де 10 күнәңізді кешіреді, 10 дәрежеңізді көтеріп қояды ғой. Бір салауатпен. Міне осы салауатты адам, енді бұл зікірдің бір түрі, еске алудың бір түрі. Осы салауат
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды танығанға дейінгі мен танығаннан кейінгі салауаттың айырмашылығы қатты болады. Қатты болады әсері. Өйткені сіз бірінші пайғамбарды танымай жүрген кезде ол кісінің бейнесі жоқ сіздің ойыңызда, жүрегіңізде бейнесі қалыптаспағанда қандай болған танымайсыз. Танымайтын бір адамды еске ала отырған сияқтысында Аллахумма солли аля сайидина Мұхаммад деп отырсында, бірақ бейнесін естеп жатқан жоқ, елестеп жатқан жоқ, қалыптасқан жоқ. Ал пайғамбарды танығаннан кейін міндетті түрде ол кісінің бейнесі, рухани бейнесі қалыптасады сізде. Ойша да, жүрегіңізде де қалыптасады. Сол кезде қандай болады? Әрбір салауатты айтқан кезде пайғамбарға деген махаббатпен айтып отырасыз ғой. Бұрындары жай мың рет салауатты бір 10 минутта немесе бір жарты сағатта айтып қоятын шығарсыз 1000 салауатты да. Ал енді пайғамбар танығаннан кейін әрбір салауаттың өзінің әсері болады, оның жүрекке беретін несі болады деген жұмсақтығы болады. Байқайсыздар ма? Иманды күшейтіп қояды. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды тану өте маңызды, құрметті жақсылар. Міне осындай ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кісінің Алла тағала үмбеті болу бақытын нәсіп етіп, сол кісі келіп тұрып, ол кісіні танымайтын болсақ бар ғой, өте қатты өкініш болады ертең ақыретте. Ертең ақыретте кәдімгідей бармақты тістейтін уақыттар болып қалады. Ал ол кісіні танығандар сөзсіз неде болады? Үлкен бақытта, шаттықта болатыны ол сөзсіз екен. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды тек қана мұсылмандар ғана емес, үмбеті болу. Тек адамзат емес, сол адамзаттың ішіндегі жындарда болған пайғамбарымыз иман келтірген. Және де пайғамбарлардың өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үмбеті болуының бақытын сұраған екен Алладан. Қарасаңызшы, үмбеті болуды сұраған екен Алладан. Соның бірде Муса алейхиссалам андай бір оқиғасы бар екен. Раббысымен бір тілдескен кезде айтады мінәжатында: "Уа Раббым, мен тақталардан мынандай жазуларды көрдім" дейді ғой. Сондай бір үмбет, болашақта үмбет болады екен. Ол үмбеттің Алла тағала мынау бір жұтым ас арқылы да күнәсін кешіреді дейді ғой. Қарасаңызшы, сондай бір үмбет болады, бір жұтым ас арқылы да оның күнәсін кешіреді дейді. Я Алла, менің үмбетімді сол үмбеттерден етші деген ғой. Менің үмбетім болсыншы деген. Сонда не деп айтты? Ей Мұса, бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмбеті деп айтты дейді. Қарасаңызшы, пайғамбарымыз не деп айтады? Тамақты бастар кезде бисмиллямен бастаса, болғаннан кейін альхамдулиллямен бітірсе, Алла тағала оның күнәсін кешіреді дейді. Субханалла, қандай рахымды. Пайғамбарымыз саллаллаху үмбетіне қандай мейірімді Алла тағала сізбен бізге. Тамақ өзің қарынды тойғызып жатыр, ішкізіп жегізіп жатыр, сол арқылы күнәңді кешіріп жатыр да. Қандай рахым. Бұл тек қана кімге нәсіп болған екен? Қай үмбетке? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үмбетіне нәсіп болған екен. Екіншісі, сондай бір үмбет болады екен дейді болашақта. Жақсылыққа ниет қылады, егер сол жақсылықты жасамайтын болса, бір сауап жазылады дейді. Бір себептермен жасай алмай қалды. Егер сол жақсылықты жасайтын болса, оннан 700-ге дейін арттырады дейді оның сауабы. Қарасаңызшы, оннан 700-ге дейін, бір жақсылыққа оннан 700-ге дейін арттырып қояды дейді. Сонда не деп айтты дейді? Уа Алла, сол үмбетті менің үмбетімнен етші деген ғой. Сонда Алла тағала бұл ей Мұса, Мұхаммадия үмбеті деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Бізде сондай, Алла тағала сондай рахымшылық берген, бір жақсылыққа оннан 700-ге дейін арттырады, тіпті одан да еселеп дейді. Бір жақсылыққа бір сауап деген нәрсе жоқ бізде. Оразан кезінде олай. Оразада емес, оразада тіпті 30 мыңға дейін барады оразан кездерінде. Бір жақсылыққа 30 мың есе сауап жазылады оразан кездерінде. Қадыржан жұманың түндері деген сияқтар болғанда еселеніп кете береді. Өйткені қарасаңызшы, Алла тағала бізді аз өмір сүретін үмбеттен қылды.
60 пен 70-тің арасы. Бірақ сол аз өмір сүруіне қарамастан сауаптың артықшылығын көбейтіп қойған екен да дәрежесін. Қарасаңшы. Мысал ретінде жамағат намазы қанша? Негізі бір намаз, бірақ оны 27 есе қылып дәрежесін көтеріп жатыр. Құранның бір әрпіне қанша сауап? 10 сауап. Бір сауап деген нәрсе жоқ та. Қарасаңшы. Ал қадір түнінде ше. Қадір түн. Бір түн, ойласаңшы, бір түн 83 жылдан артық. Субханалла. Бірден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам еңсесі түсіп жылап қалды дейді. Сонда Жәбрил алейхиссалам келіп, "Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, Алланың әмірімен түскен ғой. Не нәрсе сені жылатты?" деген ғой. Сонда пайғамбарым уммати деп айтты дейді. Менің ілгергі пайғамбарлардың үмбеттері ұзақ өмір сүрген. 700 жыл, 800 жыл, 9 жылда өмір сүрген. Сол пайғамбарлардың үмбеттері Раббысына қайтқанға дейін ұзақ жылдар сауаптарменен, үлкен сауаптарменен қайтты ғой дейді. 800 жылдан, 9 жылдан, 1000 жылдың сауаптарымен қайтты. Ал менің үмбетім 60-70 жылға да өмір сүреді дейді. Раббымның құзырына барған кезде аз ғана сауаппен ғана барады ғой деген ғой. Сол нәрсеге мен қайғырып жылап жатырмын дейді үмбетімнен. Сонда Алла тағала уақи етіп айтты дейді. "Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен қайғырма. Біз саған қадір түнін нәсіп еттік" деп айтты дейді. Қарасаңшы, қадір түнін нәсіп еттік. Бір түн 83 жыл ата дейді. Егер адам 70 жыл өмір сүрген адам, орта есеп мысал ретінде айтайықшы, өмірінде 50 рет қадір түн ихласпенен жолығып қадір түніне түсіп өткізген болса, онда қанша жылдың сауабын алады? Өмір бақи болып тұр ғой өлгенше. 50-ге 83-ті көбейтіңіз, 80-ді мақұл 50-ге көбейтіңіздерші, қанша болады? 400 жыл. Одан да көп ба? 40 бола ма? Иә, 140 болады. Жоқ, 8 мен 5 40 бола ма? 400 болады. 4000 жыл. 4000. Қарасаңшы. Бір адам, пайғамбарымыз бір үмбетінен болған бір адам өмірінде 50 мәрте қадір түніне жолыққан болса, сол жерде 2 рәкат намаз оқыған болса, 1 мәрте субханалла тәсбih тартқан болса, 1 рет салауат айтқан болса, 83 жыл рет жасат деп жазып қояды амал дәптеріне. Енді соны 50-ге көтерсеңіз қанша болды? 4000 жыл. Субханалла. Қарасаңшы, 70 жылдың ішінде өмір сүрген адам 4000 жылдық ғибадаттың сауабын алып кетеді деген ғой Алланың құзырына барған кезде. Не деген артықшылықтарда көрдіңіздер ме? Міне осындай ардақты пайғамбарымыз келіп тұрып, үмбеті болып тұрып, ол кісіні танымай кететін болса, мен нағыз өкініш деп жатқаным осы да. Қарасаңшы, мынау ғалымдарымыз мынандай бір Құранның ішіндегі аяттарды зерттей келе, мынандай бір қорытынды шығарғанда енді, Құранның ішінде мынау күнәға белшесіне батып, сағы сынып, үміті үзілген мұсылмандар үшін ең кәдімгі үміт сыйлайтын аят Зумар сүресінің аяты деген. Ол аятты көпшілігіміз білеміз. Аяттың жаңа мағынасында құлдарыма айт, уа Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, өздеріне зұлымдық жасап қойған құлдарыма айт. Олар Алланың рахметінен үміттерін үзбесін. Алла қаласа бүкіл күнәні кешіреді дейді ғой. Қарасаңшы, субханалла. Осы аят деген ғой мұсылмандарға ең қатты үміт сыйлайтын деген. Сонда бір ғалымдарымыз жоқ деген ғой. Жақсы, бұл аятта бар дейді. Бірақ ең қатты үміт сыйлайтын аяттардың бірі бұл мынау аят деп айтқан екен. Дұғасы وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى деген аят. Ол аяттың мағынасы Раббың саған сондай береді, сондай нығметтерін, сондай шапағатты береді ертең ақыретте. Сен дән риза боласың дейді. Қарасаңшы, фәтәруда өткен шақпен дән риза боласың дейді оған. Субханалла. Сонда осы аят түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмбетімнен бір адам тозаққа кіретін болса мен риза емеспін деп айтты дейді.
Қарасаңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмбетінен бүкіл адам тозаққа кіреді. Бір адам тозақта қалмайды. Қарасаңызшы, барлық адам жәннатқа кіреді. Бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алланың берген үлкен артықшылығы. Көрдіңіздер ме қандай нәрсе? Ертең ақыретте бүкіл пайғамбарларды адамдар іздейді. Шапағатшы адамды, араша түсетін адамды іздейді. 50 мың жыл уақыт тұратын уақыттар келеді әлі. 50 мың жыл Алланың алдында махшарда. Сол кезде адамдар қажыған, шаршаған күнәсіне қарай. Тезірек басталса екен дейді екен ғой. Мынау есеп қисап. 50 мың жыл. Ол ақыреттің уақытысы біздің күнмен санайтын болсаң, бір күні ол жақты біздің 1000 жылға татиды екен де. Қарасаңызшы, енді 50 мыңды көбейте беріңіз. Сондай ұзақ уақыттар болды, адамдар шаршайды кәдімгі күнәсіне. Сол кезде бір араша түсетін адамдар ізгілерді, сол пайғамбарларды іздеп барады екен ғой. Сонда барлығы жиналып кімге барады дейді? Адам алейхиссаламға барады екен. Ең бірінші біздің атамыз болды. Деп Адам алейхиссаламға барған кезде бізге шапағат ет, есеп қисап басталсыншы, Раббыңызға ескерші, айтшы деген кезде нәпси дейді екен ғой. Өзім. Мен сендерге ешқандай жәрдем бере алмаймын. Сендер оданша Нұхқа барыңдар деп айтады екен. Сонда Нұх алейхиссаламға барса да, ол Нұх алейхиссалам да солай айтады дейді ғой. Мен нәпси, мен ешқандай сендерге жәрдем бере алмаймын. Мен өзім білмеймін не істейтінді қазір. Маған қандай үкім шығады мен білмеймін. Деп сендер оданша Алланың досы Халилулла болған Ибрахимге барыңдар деп жұмсайды дейді да. Соған сілтейді. Ибрахим алейхиссалам ол кісі нәпси деп тұрады дейді ғой. Қарасаңызшы. Субханалла, адамзаттың атасы деген атақталған Ибрахим алейхиссаламның өзі нәпси деп тұрды ана жерде. Қияметтің үрейі, қорқынышы қандай дәреже. Сонда Муса алейхиссалам Иса пайғамбарға жібереді дейді. Солай пайғамбарларға жіберіп отырады дейді. Соңында ешқандай пайғамбардан үміт болмағаннан кейін ақырғы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам барыңдар деп пайғамбарымызға келеді дейді. Сонда пайғамбар сол жерде Аллаға сәждеге жығылады дейді. Шүкір сәждесін жасайды дейді. Сонда Алла Тағала, ей Мұхаммед, басыңды көтер деп айтты дейді. Сұрағаның беріледі деп айтты. Сонда пайғамбарсың есеп қисап басталсыншы дейді. Бұл пайғамбарсың бүкіл адамзатқа жасалған шапағат болады екен. Мұсылман да бар, мұсылман емес де бар. Қарасаңызшы, бірінші шапағат осындай болады екен. Мұсылманға да, мұсылман емеске де. Шапағат қандай болды? Есеп қисаптың басталуын тездетті. Содан кейін пайғамбарсың тағы да сәжде қылып, үммәти деп тұрады екен бұл. Раббым, үмметім. Ей Мұхаммед, сұрағаның беріледі дейді. Сонда шапағат дейді екен. Сонда барып, жүрегінде жаңағыдай бидайдың дәнінің көлемінде болған үмбетіңді шығар тозақтан. Солай шапағат етіледі. Соңында бір адам қалмайды дейді үмбетіне. Сондай дәрежеде шапағат етеді. Қарасаңызшы. Субханалла. Міне ардақты пайғамбарымыздың шапағаты қандай болады. Ертең сол ардақты ол кісі ешқандай үмбетіне мұқтаж емес пайғамбарымыз. Керісінше әрбір үмбеті ол кісіге мұқтажда. Ертең сол кісіні іздейміз ақыретте. Ертең бізге сондай бір адам керек болады. Біздің күнәміз таудай, күнәміз өте көп. Сондай пайғамбарлардың өзі нәпси деп уайымдап тұрса, біздің жағдайымызды бір Алла біледі ертең не болады. Көрдіңіздер ме? Сол үшін пайғамбарымыз андай бір мағынада хадис келеді. Әрбір пайғамбардың мына дүниеде қабыл болатын дұғасы бар деген. Барлық пайғамбар сол дұғасын осы дүниеде пайдаланып қойды деген бұл. Қарасаңызшы, кері қайтарылмайтын дұғасы болады екен. Ал мен осы дұғамды ақыретте үмбетіне шапағат етуге қалдырдым деген ғой. Қарасаңызшы. Субханалла. Біз үшін уайымдағанда, пайғамбарымыз, біз үшін уайымдаған, әрбір намаздарда біз үшін жылаған ол кісі. Біз үшін Раббысына жылап тұрып дұға еткен. Бірде Айша анамыздан жеткен риуаятта айтады. Алла разы болсын Айша анамыздан. Айша анамыздың санында пайғамбарымыз ұйықтап қалған екен ғой. Көзі ілініп кеткен да. Сонда Айша анамыз ақыретті еске алып жылап қалған екен. Сонда көзінен аққан тамшы жастары пайғамбарымыздың мұбарак жүзіне тиген екен да. Сонда оянып кетіп,
Уа Айша, не нәрсе сені жылатты деген кезде ақыреттегі жағдай деген. Қарасаңшы, аналардың жүректері қандай таза болған. Ақыретте еске алып жылап қалған. Біз дүние үшін жылап жатырмыз ғой қазір. Дұрыс па? Ол кісілер ақырет үшін жылап жатыр да. Сонда пайғамбарымыз мұбарак қолдарын көтеріп, уа Раббым, Айшаның үлкен кіші өткен келер күнәсін кешірші деп дұға етті. Осы дұғаны пайғамбарымыз естіген Айша анамыздың жүзі жадырап кетті дейді ана жерде. Қарасаңшы, өйткені ол кісінің сұраған дұғасын естіген, кері қайтарылмаған ешқашан. Сонда осындай ардақты пайғамбардың дұғасын, осындай дұғаны алып тұрған Айша анамыз қуанып кетті дейді. Сонда ей Айша, осы дұғама разысың ба деп айтты. Әрине разымын, я Расулалла деп айтты. Бірақ біле білсең дейді, мен бұл дұғаны әр намаздан кейін үмбетім үшін сұраймын ғой мен деген. Қарасаңшы, үмбетім үшін сұраймын деген. Субханалла. Пайғамбарымыздың мынандай бір несі бар. Біз кешіктік келу жағынан. Ең соңғы үмбет болды. Бірақ кіру жағынан алға оздық деген ғой. Жәннатқа ең бірінші пайғамбарымыздың үмбеті кіреді деген. Пайғамбардың үмбеті кіріп болмайынша басқа үмбеттің пайғамбар үмбеті кірмейді екен ғой. Бірінші пайғамбарымыздың үмбеті кіреді екен. Сонда бірде Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудан жеткен хадисте былай айтқан екен пайғамбарымыз. Жәннат иелерінің 4-тен 1 болуларына разы емессіңдер ме деп айтты дейді. Қарасаңшы, жәннат иелерінің 4-тен 1 болуларына разы емессіңдер ме деп айтты. Аллаху акбар деп жүреді ғой сахабалар осы жерде. Субханалла, жәннат иелерінің шексіз болған жәннаттың 4-тен 1 сендер бұл пайғамбар үмбетін айтып жатыр бұл жерде. Риза емессіңдер ме деп айтты дейді. Аллаху акбар деп айтты. Жәннат иелерінің 3-тен 1 сендер болар риза емессіңдер ме деп айтты дейді тағы да. Аллаху акбар дейді. Субханалла, 3-тен 1. Сонда соңғы сөзінде не деп айтты? Мен сендердің жәннат иелерінің тең жарысы болудан үміт етемін деді ғой. Жәннат иелерінің тең жарысы болуларынан үміт етемін деді. Субханалла. Ертең ақыретте бар ғой. Пайғамбарымыз қатты кәдімгі араша түседі ғой. Кәдімгідей жүреді екен ғой. Үмбетім. Я Рабби, үмбетім деп ол кісі жүреді дейді ғой. Қарасаңшы, сіз менің біз үшін уайымдайды ол кісі. Міне осындай ардақты пайғамбарды егер танымай кететін болсақ бар ғой, субханалла, онда қатты өкініш. Ертең айтады, мені 3 жерден іздеңдер дейді пайғамбарымыз. Таразының жанынан, Сырат көпірдің жанынан, және Каусардың хауыздың жанынан мені іздеп табасыңдар дейді. Ал сол кезде біз пайғамбарды танымасақ қайдан білеміз ол кісінің шынымен пайғамбар екен? Көрдіңіздер ме? Мысалға мен қазір бір досым барды. Сол досым мысалы бір адам 1000 адамның арасында тұрса, пәлен деген досымды тауып беріңдерші десем, кім тауып бере алады танымаса? Сол сияқты ғой, ертеңде ақыретке барған кезде пайғамбарымызды танымағанымызда уақыттарымыз бос өтіп кеткенде, бос нәрселермен, оймен, арзан күлкілермен өтіп кеткенде, бірақ Алла Тағала бізге уақыт беріп жатыр, мүмкіндік беріп жатыр, денсаулық беріп тұр тану үшін да. Қарасаңшы, субханалла, осындай үлкен керемет дәрістер болып жатыр да. Міне осы дәрістерге, осы сабақтардан кейін жаңағы қаншалықты мұқтаж екенімізді түсінсек болады екен. Алла Тағала баршамызды сол пайғамбарымыз саламды шынайы таныған, жай танып қоймай, пайғамбардың жүрегінен махаббат берген, және сол кісінің сүннетіне беріп болған үмбетінен болуды сіз бен бізге нәсіп етсін. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким ва рахматика архамар. Аллаху акбар.